Сәлем достар, сгущенканы, яғни қоюлатылған сүтті үй жағдайында жасауға болатынын білетін бе едіңіз? Егер білмесеңіз, бірге жасайық. Өйткені нәтижесі дүкендегіден керемет болып шығады. Ең алдымен қант және жүгері крахмалын қосып, араластырамыз. Сосын үстінен сүт қосып, тағы да араластырамыз. Массамызды баяу отқа қойып, үздіксіз араластырып тұрамыз. Ең алғаш қайнаған сәтте сары майымызды қосып, тағы да қою масса пайда болғанша орташа отта үздіксіз араластыруымыз қажет. Мінекей масса қоюланды, енді оттан алып салқындатамыз. Сонымен сгущенкамыз, яғни қоюлатылған сүтіміз дайын болды. Кез келген рецептке қолдансаңыздар болады. Дәмі расымен де өте керемет болып шығады екен. Әрине жасап көріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.